Демек балаларды бүлдіршін кезінен бастап есейіп ержеткенге дейін білім нәрімен сусындатар алтын орда. Әлия Молдығұлова атындағы жалпы орта мектебінің іргетасы 1986 жылы құрылған. Бүгінде 412 оқушыға 53 мұғалім білім беруде. Мұғалімдердің 8-і жоғары санатты, 13-і бірінші санатты, 16-сы екінші санатты. Ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіші бойынша 2017-2018 оқу жылдарында Түлкібас ауданында 3-ші орынды иемденген. Орта балл 93,7-ні құраған. 4 алтын, 1 үздік аттестат иегерлері мектептен түлеп ұшқан. 10 мұғалім деңгейлік курсты оқып келсе, жаңартылған білім мазмұны бойынша 27 оқытушы білімдерін жетілдірген. Қазіргі таңда біздің мектебімізде 412 оқушы дәріс алуда. 53 ұстазымыз сабақ өтуде. Сол 53 ұстазымыздың 8-і жоғарғы санатта, 13 ұстазымыз бірінші санатта, ал енді 16 ұстазымыз екінші санаттағы ұстаздар. Ұстаздарымыз өте білікті. Сол білікті ұстаздардың нәтижесі шығар, облыстық олимпиадалардан көрініп жүргеніміз. Сол ұстаздардың еңбегінің арқасы шығар, тәрбие саласынан да, би өнер жағынан облыс республикалық жарыстарға барып жүргеніміз. Және спорт жағынан да сол республикалық жетістіктерге жетіп жүргеніміз сол ұстаздардың арқасы. Ұлттық бірыңғай тестілеуден биылғы 2017-18 оқу жылында Түлкібас ауданы бойынша 3-ші орында тұрмыз. 93,7 орта балдық жүйеменен есептегенде 93,7 балда иеленіп 3-ші орында тұрмыз. Өте жоғары жетістік. 4 алтын белгі иегеріміз бар алды. 1 үздік аттестат иегеріміз бар. Алтын белгі иегерлерін атап өтетін болсам, Бақытжан Айнагүл деген қызымыз алды. Асан Аяулым деген оқушымыз алды, дәлелдеп шықты өзі. Үсіпова Лаура, Аман Аида деген 4 қызымыз өздерінің білімдерін дәлелдеп, үздік аттестаты Мамыш Гүлбанова деген оқушымыз, олар қазір грантта оқуда, жоғарғы оқу орындарында. Ал енді тестке өте тиімді дайындаудың нәтижесі шығар. Бізде Бақытжан Айнагүл деген қызымыз математикадан 40 сұраққа 40 жауап берді. Тест нәтижесі. Оны дайындаған ұстазы Нұржанова Назым қыз еді, мұғаліміміз, ұстазымыз. Ал енді қазіргі таңда ол қызымыз да өзінің университетінде өзінің жетістіктерін дәлелдеуде, финансовый бөліміне түскен болатын. Тестте 100 математикадан есеп берсе, сол 100-ге 100 жауап беріпті. Университет, оқып атқан университеті көптеген рахметін айтып, мынандай білікті оқушыны шығарған ұстаздарға рахметін айтуда. Деңгейлік курста бізде 10 мұғаліміміз оқып келді. Жаңартылған бағдарлама бойынша біздегі 27 мұғалім оқып келіп, қазіргі таңда және оқытылуда. Жаңартылған бағдарлама бағыты бойынша ұстаздарымыз дәрісті тиімді пайдалануда. Бірақ енді жұмыс болғаннан кейін болады. Дегеніменен, мынау қазіргі таңдағы жаңартылған бағдарлама өте білімді терең, жан-жақты өмірмен байланыстырып, балаларға қажетті мағлұматтарды береді. Әрине, біздің мектебіміздің ұжымы, басшымыз Сейдалиева Күлшира Олжабайқызы жап-жас болса да, өте іскер ұстаздың бірі. Сол кісінің басқаруыменен айтып отырмын, ұжымда 53 ұстазымыз бар. Жалпы санағанда тех персоналды қосқанда 69 біз. Жақсы игерудің нәтижесі шығар, мектебіміздің өте жоғарғы жақсы деңгейлерді көрсетіп отырғаны. Ал енді ұстаздарыма творчестволық табыс. Осы оқушыларымыздың жетістігінің нәтижесіне қуана және солардың шығармашылық табыс тілеймін мұғалімдерімізге. Денсаулықтары мықты болсын, шаршамасын. Әрбір қазақ жастары өздерін ұлтжандымын деп ұғынып, өн бойларында ұлттық намысын жоғары қою керек. Аталмыш білім ордасы еліміздің бейбітшілік аспанында қазақ жастары тәуелсіз елдің айқын мақсаттарымен жігерленіп, тек қана алға ұмтылуға жұмыс жасауда. Ел сенімін, үмітін ақтау, еліміздің жарқын болашағына үлес қосу әрбір саналы да білімді жастарымыздың қолында. Мен осы мектепте оқығанына өте үлкен мақтанышпен айта аламын. Әсем табиғаттың ортасында орналасқан біздің мектебіміздің зерделі білімі мен шыңдалған тәрбиесінің арқасында біз осындай үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Ол жетістіктерімізді айтатын болсақ, мысалы, былтыр ғана бітіріп кеткен 11 сынып оқушылары ұбт нәтижесі бойынша аудан бойынша 3-ші орынды иеленді. Бұл үлкен жетістік біз үшін.
Осы жетістікті қайталау әрине біз жас түлек ретінде үлкен бізге артылған жауапкершілік. Біз оны сезінеміз, және де біздің алға қойған мақсатымыз сол дәрежені қайталап және одан да жоғары нәтижеге жету. Әрине бұл оңай жұмыс емес, бірақ та біздің мектебіміздің осында істейтін мұғалімдеріміздің арқасында бұл асуды да оңай еңсереміз деген үміттемін. Ауыз толтырып айтарлықтай үлкен жетістіктеріміз көп, осы өнер саласында болсын, білім саласында болсын, әрқашан ештеңеден қалмай үнемі басқасында жүретін мектеппіз. Осы мектепте оқығанымды мен өте мақтанам, үлкен мақтанышпен айта аламын. Мен қазіргі кезде қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнін таңдап отырмын. Және де осы мамандық бойынша филология мамандығына түсіп, бұйыртса сол мамандықты тәмамдап, қазақ тілін әрі қарай дамытып, елге үлес қосқым келеді. Әлия Молдағұлова жалпы орта мектебінде спорттың волейбол, тоғызқұмалақ, күрес сияқты түрлерінен дайындық жұмыстары жүргізіледі. Мен соның ішінде волейбол спорт түріне қатысамын. Бұл спорттан біздің жетістіктеріміз аз емес, яғни облыстық, аудандық, республикалық деңгейлерде жоғары нәтижеде шығып, мектебіміздің атын жақсы жақтан шығарып жүрген жайымыз бар. Яғни соның ішінде тоқтала кететін болсақ, ауданда Әлия Молдағұлова жалпы орта мектебі бірінші орында деп айтсақ қателеспейміз. Содан бөлек, осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2016 жылы Өскемен қаласында өткен Қазақстан Республикасы чемпионатында біздің мектебіміз жүлделі 3-ші орында алып, ұстаздарымызды қуантқан болатынбыз. Яғни бұл біздің ғана емес, бізді жаттықтырған бапкеріміздің де арқасы, яғни Испанбетов Амангелді ағайымыз. Оған айтар алғысымыз шексіз. Және бұдан да бөлек тоғызқұмалақ, футбол сияқты, күрес сияқты үйірмелерден де аудандық, облыстық деңгейлерде, жоғары деңгейде көрсетіп жатқан жайымыз бар. Бізді Әлия Молдағұлова жалпы орта мектебіндегі ұстаздарға мың алғыс, яғни бізді осындай жоғары дәрежеде оқытып, сол дәрежеге жеткізген, және де ата-ананың берген тәрбиесі мен мұғалім берген тәрбиесі екі бөлек дейді ғой, сол сияқты оған да алған тәрбиелеріміз өте жоғары деңгейде деп айтсақ болады. Баланың тәрбиесі басты назарда. Аталмыш білім мекемесінде тәрбие жұмысы жолға қойылған. Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында мектепте бірнеше үйірмелер үздіксіз жұмыс істейді. Тәрбие бағытының тұжырымдамасына сәйкес жұмыстар жоспарлы түрде жолға қойылған. Құқық бұзушылықтың алдын алу, оны болдырмау мақсатында мектепте әкелер кеңесі құрылып, ата-аналар мен мектеп ұстаздары тығыз байланыста жұмыс жүргізуде. 1986 жылдан бері зәулім осындай 3 қабатты зәулім ғимарат ретінде бәрімізге танымал белгілі. Осы мектепте 2 ұлым, 1 қызым білім алады. Мектепке айтар алғысым өте шексіз. Мұнда көптеген жоғарғы санатты, 1-ші, 2-ші санатты мұғалімдер дәріс береді. Оның дәлелі 2 ұлым үздік оқушы. Сондай-ақ мектебіміз түрлі жарыстардан, байқаулардан осы соңғы 15 жылдықта төмен түскен емеспін беден. Ата-ана ретінде ұлдарымның, қызымның сабағына үнемі қатысып тұрамын. Сондай-ақ сабағына ғана емес, мұнда көптеген түрлі іс-шаралар, ғылыми жұмыс дейміз, өнер фестивалі дейміз, тәрбие саласы, білім саласы бойынша көптеген жетістіктер көп. Мен өзім үнемі ұлдарымды қадағалап, мектеппен тығыз байланыста боламын. Еңбектеріне шығармашылық табыс тілеймін, шаршамаңыздар деймін, білім нәрімен оқушыларды, шәкірттеріңізді сусындатып жүре беріңіздер. Үлкен рахмет ұстаздарға. Тәуелсіз еліміздің келешекте өзге елдермен терезесі тең болып, өркениетті әлем елдері арасында өзінің лайықты орнын таба білетін өскелең жас ұрпақты ешкімнен кем қылмай, мектеп қабырғасынан-ақ білімді, тәрбиелі азамат етіп шығару үшін мектеп ұжымы алдына қойған жоспарлары да аз емес. Біріншіден, халықтың тағылымын меңгеріп парасатты, яғни өз ұлтының және басқа да ұлттардың тілін, мәдениетін бойына сіңірген, ұлттық тәлім-тәрбиемен қаруланған, патриоттық сезімі оянған, өз бетінше ойлай алатын шығармашыл тұлға тәрбиелеу. Екіншіден, шәкірттердің денсаулығын нығайта отырып, білімге деген сұранысын қамтамасыз ету. Осы мақсаттар мемлекеттік білім стандарттарының қалыптасуын қамтамасыз етіп, әдістемелік және тәрбиелік міндеттерді, педагогикалық, психологиялық және дамыта оқыту міндеттерінің орындалуын жүзеге асыруды қамтамасыз етіп келеді.